Құрметті оқырман қауым, қазір біздің бүкіл елімізде бір ел бір кітап акциясына байланысты тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай 30 кітапқа байланысты әңгімелер өткізіліп жатыр. Бүгін міне қалалық орталық кітапханада мен жазушы Тынымбай Нұрмағамбетовтің періштелердің өлімі атты кітабына байланысты әңгіме қозғамақпын. Бұл жазушы өткен жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болды осы шығармасы үшін. Бұл шығармада әлеуметтік маңызы бар үлкен мәселе көтеріледі. Жазушының негізгі тіл байлығы өте керемет. Сонымен бірге кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін суреттеуі маған өте қатты ұнады. Ал енді бұл шығармаға келетін болсақ, бұл кітапқа келетін болсақ, негізі бұл трагедия. Бұл оқиға желісі бұдан 20-30 жыл бұрынғы біздің еліміздегі халықтың басына түскен қиыншылықпен байланысты. Бұрынғы кеңес үкіметі кетіп, жаңа формация Қазақстан Республикасы орнап, тәуелсіздік алғаннан кейін біздің елімізде халықтың тұрмыс тіршілігі қиындағаны жұрттың бәріне белгілі. Кейбір мекемелер қаражаттың жоқтығынан жабылып қалды. Соған байланысты көп адамдар жұмыссыз қалды. Бұл ауылға да, қалаға да көп қиындық әкелді. Жазушы осы шығармасында ауылдағы бір шағын ғана ауылдағы болған оқиғаны суреттейді. Бір ауылдан өзінің отбасын қалай да асырау жағдайын ойластырып, Ералы деген азамат бір басқа бір елге барып, шағын қалаға барып, жұмыс істеп, үйіне арасында қаражат жібереді екен. Сонда бір уақытта 200 мың теңге келеді, біраз уақыттан кейін 300 мың теңге келеді, тағы 2 айдан кейін 400 мың теңге келеді, тағы біраз уақыттан кейін 500 мың теңге келеді. Енді ол елдің ішінде болып жатқан жағдайдың барлығы ауылда жұрттың бәріне белгілі. Сол жігіттің жақсы досы Байшұбар деген азамат. Бұл екеуінің әйелі басқа бір елдікі, бір ауылдікі. Бұлар енді ағайын сияқты, бажа сияқты жақсы қарым-қатынасы болыпты. Содан кейін жаңағы Ерғали сияқты бізде барып жұмыс істейік деп, өткен жылы ғана мектепті бітірген, жұмыссыз жүрген інісі екеуі жаңағы Ерғалиді іздеп шығады, тауып алайық, сол арқылы жұмысқа кіріп, бізде осылай үйге ақша жіберейік деген ниетпен шығады. Бір ғана дерек бар Ерғали туралы. Ол қаланың атынан басқа бас почта 17-ші жәшік. Міне, басқа ешқандай дерек жоқ. Не көшесі, не адресі жоқ. Әлгі жерге келеді, екеуі енді Ерғалиді осы арқылы тауып аламыз деп, жаңағы қатар-қатар тұрған көптеген жәшіктердің жанында 17-ші жәшікке біреу келер деп ұзақ уақыт тосып отырады. Бір мезгілде бір келіншек келеді, қолында кілтімен 17-ші жәшікті ашып, ішінен газет журналдарды, хаттарды алады да, пакетті салып, есті сыртықты жауып кетіп барды. Содан кейін бұл екеуі барады да, сұрайды, бізге Ерғали керек еді, осы жәшік арқылы ол еліне хабарласқан, басқа дерегі жоқ ешқандай. Әлгі әйел, жоқ, мен ондай кісіні біліңкіремеймін дейді. Сосын біз енді елден келедік, Ерғали жұмыс істеп жақсы табыс тауып отыр. Біз де солай ақша табайық деп едік. Бізге жұмыс керек, жұмыс істеп жүрміз, ағайын екеуміз дейді. Содан әлгі әйел сәл ойланып қалады. Ендеше сендер тұра тұрыңдар, мен қазір бір қожайынмен сөйлесіп келейін, осы арада болыңдар, сосын бір хабарын беремін деп кетіп қалады. Бұл екі ойлайды, енді келе ме, келмей ме деп әрі-сәрі отырады. Біраз уақыттан кейін әлгі әйел қайта келеді де, бұл екі, сендер жұмыс істеп жүрсіңдер ме? Иә, жұмыс істеп жүрміз. Мен қожайынмен сөйлестім, сендерге лайықты жұмыс бар деп екеуін машинаға отырғызып алып кетеді. Біраз жүргеннен кейін бір шағындау қалашық, қаланың шет жағындағы бір үйдің алдында келіп тоқтайды. Үйдің қақпасы барлығы кілтпен ашылады, кілтпен жабылады екен. Үлкен дуал қоршалған. Бұлар кіреді ішке. Кіргеннен кейін қарсы алдында үлкен әдемі хан сарайындай биік, керемет, қымбат үй тұр. Соның жанында бір кішіректе үй тұр екен. Бұл екеуін жаңа кішіректе үйге кіргізеді. Бұлар жуынып шайынғаннан кейін қолма-қол тамақтарына құяды. Ертеңінде бұларға бастан аяқ түгел жаңа киім береді.
Сосын айтады, қожайыныма тақымет дейді, ана үйде тұрады дейді. Бірақ біз сіздерге барлық керектеріңізді істейміз дейді. Сендердің істейтін жұмыстарың, ана жерде мына үйдің сыртында қора бар, сонда 3 жылқы бар. Сол 3-еуін күтсеңдер болды. Сосын кейінгісін кейін айта береді дейді. Сөйтіп олар біраз уақыт, бірнеше ай деп отыр. Әлгі екеуі әлгі жылқыны бағады, 3 жылқыны күтеді. Сөйтіп жүргенде бұларға сендердің қаражаттарын деп алдын ала береміз деп, бұларға ақша да береді, олар елге жібереді ақшасы барын. Сөйтіп мәз болады, бұл не қылған далада жатқан баттан құйрық деп екеуі. Содан кейін біраз уақыттан кейін қожайын бұларға айтады, мына 2 атқа сендер мінесіздер, ана 3-ші атқа мен мінем, ертең жолға шығамыз, дайындалыңдар, көп ұзақ жол жүреміз, азық аламыз дейді. Ертеңінде бұлар атты алып шығады, 3-еуі атқа мінеді, ана үйде күтуші әйелдер бірнеше күн күтетін тамақтарын дайындап береді. Содан бұлар көп жүреді. Ақыры бір жерге келеді, шөл дала сияқты сайын дала. Сосын аттан түседі, сосын ана қожайын айтады, ана жерде көрдің бе? Қазан сияқты түрлі жанында отын бар, ішіне су құясыңдар. Екеуі су құяды, сосын отынды астына тұтатыңдар дейді. Сосын ар жекте ана жерде көрдіңдер ме, құдық тұр дейді. Соған біреуің түсіңдер дейді, ішінде керекті нәрселер көресіңдер, соны алып шығасыңдар. Содан кейін жұмысымыз біткеннен кейін елге қайтамыз атпен кері дейді. Содан кейін отты жағады, суды құяды, үлкен қазан қайнап жатыр су. Ана інісі ана құдыққа түседі. Құдыққа түсе соғасымен шыңғырған қатты қайқай дауысы шығады інісі. Сөйтсе ол жаңағы жыланның ордасы екен, қазан дегені. Жыландар жабылып, баланы жас жігітті шағады, сол жігіт сол жерде өліп қалады жыланның уынан. Содан кейін ана алып шығып, қожайын қазанға сала ма, сондай бірдеңелері бар енді. Сосын қайнатады. Сонда бұл жыланның уын алудың тәсілі осындай екен. Міне жаңағы інісі өлді. Енді әлгі қожайын мынаның маңайына келіп, бірдеңелерді түсіндіріп жатқан кезде, анау қолында ожау болады үлкен, сақ ұзын. Сосын анағы ожауда мынау қазанға салады, қазан сартылып қайнап жатыр. Сол кезде ретін тауып, әлгі қожайын жақындай берген кезде, әлгі бетіне шашып жүреді. Оның ішінде қайнаған сумен бірге жыланның уы да бар. Қожайын сол жерде қайтыс болады. Енді інісін ол көрді, қайтыс болды, өліп қалды. Енді бұлатта ол мен қалай жалғыз барам? Туған інімді осы арада тастап кетіп, жоқ, мен елге не бәтім айтам деп, өзін өзі қол салып өлтіреді. Міне, бұл неден шыққан? Бұл жаңағы адамдардың ішінде неше түрлі қастандық ойлайтын жауыздар, жұтылымдар бар. Адамның өмірін қиып, біреулерді алдап әкеліп, жыланның уын алып, оны сатып, көп қаражат тауып отыр. Жаңағы керемет үлкен хан сарайында үйді, астындағы керемет қымбат машинада, қызметкерлердің барлық қаражаты да, оларды ұстауға кететін қаржының барлығы да сол уды сату арқылы ол керемет байып отыр. Міне, біреулерді өлтіріп, әлгіндей күн көріп отқан кісіні бұл өлтірді. Сөйтіп, осымен аяқталады. Бұл нені білдіреді бізге? Бұл қай уақытта болсын, қоғамда, өмірде неше түрлі қастандық ойлап тұрған адамдар бар. Байқап отыратын болсақ, кейде біздің ана соткамызға келеді, сізге миллион теңгенің несі түсіп тұр, чегі түсіп тұр, сіз өзіңіздің деректеріңізді, құжаттарыңызды мына нөмірге жібере қойыңыз. Анықтаулар соған жібереді, әлгі миллион теңге түгіл өзінің қаншама ақшасы сыпырылғанын білмей қалады. Біреулер пәтерін айырып қалады. Сыртынан жаңағы алаяқтардың алдауына түсіп, олар банктерге барып, олар мойнына кредит, несие жазып, сөйтіп олар мойнына несиелеп шығады. Бірақ әлгі алаяқтар қолға түспейді. Міне осындай неше түрлі адамдар арамдығын ойлап тұрған адамдар. Біздің өкінішке қарай қоғамымызда бар. Бұны күнде біз газеттен оқып отырмыз, күнде теледидардан олар туралы мәліметтерді беріп жатыр. Сондықтан бұл шығарманың ең басты мақсаты адамдарды осындай қастандық ойлаушы, зиянкес алаяқтардан сақтандыру. Міне жазушының идеясы осы болды. Сондықтан мен өз сөзімде осы кітап таңдап алу себебім сол. Өйткені кейбір адамдарды естіп атамыз, көріп атамыз, алаяқтарға алданып қалған.
содан аман болсын, солар сақ болсын, сақтансын деген оймен мен осы әңгімені бүгін сіздердің алдарыңызға айтып отырмын.